Ал біз Шәмшінің шығармашылық тұлға ретіндегі жан дүниесіне, оның жаны не ауыртты, қандай арманы болды ішінде, орындалмай кеткен, қолы жетпей кеткен нәрсе, қандай кезде оның жаны қиналды. Міне осы тұрғыдан оның жан дүниесіне үңілуге тырыстық. Шәмшінің ішкі жан дүниесі, жан айғайы берілді. Осы таңдағы өзіміздің де алда қойған мақсатымыз, әу бастан режиссердің да өзінің мақсаттары сол еді, осылай болу керек деп, сол миссияны орындаған сияқтымыз. Біздің әндеріміз заман талабына сай болу керек. Ал Шәмші ше? Ал Шәмші шығармаларында мұның исі де жоқ. Осындай ұлы композитордың әндеріне өңдеу жасау, оны бас театрымызда сүймелдеу, актерлармен бірге ойнау, ол мен үшін бақыт. Ерекшелігі бұл жерде менен негізі актермін ғой. Сондықтан бұл сүймелдеу кішкене бір адам қатты қобалжытады екен, өйткені көрермен бар, сахнадағы актерлар бар, екеуінің ортасындағы тура толқында отырасың. Сондықтан кішкене бір қатты қобалжуда отырдым. Одан да маған бір рөл ойнай салған жеңіл ма деп кейде ойлаймын да. Не сиқыр? Неткен тылсым күш? Махаббаттың қазанынан бөлек бір ерекше